Асылдардың сынығы. Тарих ойнауында сырашылмаған қағаз бетіне түспеген қаншама ақтаңдақ оқиғалар, ұмыт қалған естеліктер кезегін күтіп жатыр десеңізші. Бісміллә деп жанұям жайлы әкем Қайынденов Қайырбектің арғы атасы Өтеулі молда, атамыздың жұбайы Алаш ұйымының белді мүшесінің бірі болған Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романындағы басты кейіпкер, Ақбілектің прототипі болған өз заманының меценаты апамыз Дариға Әбішқызы жайлы еректі естелік жазғаны бастайын. Сонау 1928 жылы кеңестік өкіметтің қылышынан қан тамып тұрған кезеңдерінде бай болыстың жанұя туған туысқандары, оның ішінде атамыз Қайынден мен өз әжеміз Шамшия, балалары Қанабек, небәрі 4 жастағы әкеміз Қайырбек, Ниязбек әкеміздің естігеніміз бойынша інісі Ниязбекті Дариға апа бауырына басып тәрбиесіне алған. Мағишат, Мауия есімді қыздарымен шекара асып, бір атадан тараған туыстарымен бір ауыл болып Қытай еліне жол тартады. Бұл жерде нақтырақ айтсам, молда атамыз Өтеулі де жары Дариға апамызбен бала шағаларымен байдың тұқымы бос болған деген шолақ белсенділердің көрсетуімен кеңес өкіметінің қудалауынан амалсыздан шекара асуларына мәжбүр болған. Әкеміз Қайырбек Өтеулінің інілерінің бірі Қайынденнің ұлы. Өзінен үлкен Қанабек есімді ағасы жастайынан Қытайда шешек ауруынан қайтыс болады. Бұл елге келсе де тыныш өмір сүру мүмкін болмаған. Өйткені өз ішінде дәл осы кезеңде коменданттық контрреволюциялық төңкерістер болып жатады. Өтеулі атамызды дүнгендер жергілікті үкіметке жағыну үшін қашып келген бай деп көрсетіп кескілеп өлтірген. Дариға апамыздың жақын туысы, атамыздың жанұясына, туған туыстарға тездетіп кетпесеңдер, сендерге де қатер төніп тұр деген соң бір түнде қайтадан шекарадан бері асады. Осы аумалы төкпелі кезеңдегі көрген қиыншылықтарын өзіміздің Шамшия әжеміздің сол кезде ер жетіп қалған әкеміздің есінде қалған оқиғаларын өз ауыздарынан естіген едік. Атамыз Қайынден ауырып қайтыс болып кеткен соң бүкіл бала шағаның ауыртпашылығы әжеміз Шамшия Молдаберген қызының басына түскен. Дариға апамыздың Ниязбек ағаны әжеміз Шамшиядан алып өз бауырына салғаны осы тұста болған. Оқиғаның басына оралсақ, Жүсіпбек Аймауытовтың үлкен апамыз Дариға Әбішқызына қандай қатысы бар екенін газет беттерінде, зерттеу кітаптарында, әулетіміз жайында жазылған естеліктер, туған туыстарының біліп түйгендері негізінде өзімнің ой елегінен өткізіп топшылауым бойынша түсіндіре кетейін. Өздеріңіз тарихта білетіндей, Алашорда үкіметінің басқару органы 1917 жылы Семей қаласында жұмыс атқарады. Алаштың ардақты ұлдарының бірі Жүсіпбек Аймауытов 1914-19 жылдары Семейде мұғалімдер дайындайтын семинарияда оқып білім алады. Сол жылдары бұл оқу орнын Қалғұты бойындағы Терсаяқта тұратын Үкіртайұлы Зейнолла да оқып тәмамдаған соң, Алаш басшыларының нұсқауымен осы кісіге жергілікті жерде жастарды білімге, өнерге баулитын үйірме ашу жұмыстары тапсырылған. Зейнолла інісі Құнапия екеуі Қалғұты мен Бөкенбай елді мекенінде мәдениет үйін салумен айналысып жатқан мезгілде осы тұста Жүсіпбек Аймауытов Семей губерниялық оқу бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалады. Сол кезеңде ұлттық кадрларды оқытып, жұмысқа тартумен айналысып жатқан белгілі тұлға Смағұл Садуақасовтың жеке тапсырмасы мен Күнгей Алтайдағы жағдай қандай және бір кезде Үкіртайұлы Зейноллаға берілген тапсырма қалай орындалып жатыр? Қандай іс тындырылды деген сұрақтармен Жүсіпбек 1921-23 жылдар аралығында Алтайға барған. Жүсіпбек Аймауытовтың араласуымен ауылдық кеңестендіру жұмыстары жүргізіледі. Семей, Зайсан қалаларында болыстық қызметкерлер дайындайтын курстар ашылып, қазіргі Марқакөл ауданына қарайтын Қалжыр, Боран елді мекендерінен, Күршім ауданына қарайтын Терсайыр, Қалғұты ауылдарынан жоғарыда аталған курстан өту жергілікті халықтан өкілдер жіберіледі. Сол арнайы курстан өтуге әр ауылдардан сайланған адамдармен бірге әжеміз Дариға Әбішқызы да білім алады. Ақаш Жүнісұлының зерттеу мақалаларында интернет материалдарынан алынған
Курсты бітіргеннен кейін арнайы білім алған әжеміз Қалжыр бойындағы Қазақстан бұрынғы атауы Шегір, сол ауылда болыс болып жұмыс істейді. Әуелде күйеуі жастайынан қайтыс болыпты. Одан қалған жалғыз қызы шетінеген екен. Үлкендердің айтуынша Дариға әжем болыстық қызметімен қатар істеген өте ісмер адам болған екен. Жүсіпбек бұл өңірге келгенде әжеміз Терсайрақ бойындағы Көккөз атанатын рудың азаматы Өтеулі молда атамызға күйеуге шыққан кезі. Ол кісі болыс болып тұрған кезеңде Зейнулла мен Құнапияға қамқорлық жасап, Қаратоғай мен Егіндібұлақта мектеп, мәдениет үйлерін салуға, жолдасы Өтеулінің мешіт ашуына қаржылай, малдай күш көмек көрсетеді. Ел ішіндегі тігіншілігімен аты шығып, ауылдағы үйде отырған әйелдерге өнер мектебін ұйымдастырады. Бұл орайда айта кететін болсам, Өтеулі атамыз бен Дариға әжеміздің ел ішіндегі қиын қыстау кезеңдегі атқарған істеріне қарап, өз заманының ауыз толтырып айтарлықтай қайраткер, халық жанашыры болған десем қателеспеймін. Ел ішінде атқарған қызметтері туралы ата әжемізді жақсы білетін замандастарының аузынан естіген естелік жазбалар, газет, интернет беттеріндегі осыған дейін жарияланған еді. Әжеміздің өнер мектебінен анамыз Нұржамал, ол кісіні Жәнікен деп айтатын, тігін тігуге жаттығып, біраз іс тігуді үйрендім деп, көз тірісінде өзі айтып отыратын. Дариға апамызды іздеп шыққан үлкен кіші ол кісіні Дариға демей, сол кезде Ақбілекке бара жатырмыз деп айтар екен. Көккөз атасына мекен болған Терсайрақ жағасындағы ұзын қырқа сол кезде Ақбілек қырқасы деп атанып кеткен. Сонымен Ақбілек роман Алаштың көзі ашық азаматтары қатер үстінде жүрсе де, қазақтың өз алдына автономия болуына күш жігерін жұмсаған тұсы жазылған. 1920 жылдардың соңына қарай елдегі жағдай өзгеріп, өктем биліктің саясатымен алашшыларды қудалау басталады. Сол кездері Жүсіпбек Аймауытов та сұрқия саясаттың құрбаны болып, үлкен шығармашылық кезеңге бет бұрған шағында 1930 жылдың 21 сәуірінде Бутырка түрмесінде атылады. Ал кемеңгер жазушының романдағы Ақбілектің прототипі болған әжеміз Дариға 20 жылдардың аяғында бүкіл әулетімен Қытай еліне кетеді. 30 жылдардың ортасына таяу елге қайтып оралғаннан кейінгі өмір жолдары мен жергілікті халыққа сіңірген еңбегі алда жазылатын кітаптың еншісінде демекпін. 1924 жылы шілде айында Марқакөл ауданына қарасты Жаңауыл ауылында ұрпақтары жиналып, әжеміздің басына естелік құлпытас орнатты. Өтеулі атамыз бен Дариға апамызға құран бағышталып, ауыл адамдарына ас берілді. Алып бәйтеректің түп тамыры Өтеулі атамыз бен Дариға әжеміздің тар заманда ұрпақтарына жағдай жасап, бүкіл әулеттің болашағына саналы ғұмырларын арнап, кең заманда қанат жайып өсіп өрбуіне бірден бір себепкер тұлғалар болғаны даусыз. Сонымен бірге ел ішіндегі жетім жесірлерге, көмекке мұқтаж жандарға көрсеткен қамқорлықтарын да жеке бір әңгіме ретінде баяндауға болады. Ұрпақтарына тәлім тәрбие беріп, үлгі өнеге бола білген ата-бабаларымыздың, әке-шешелеріміздің жандары жәннатта, имандары саламат болсын демекпін.